Құрттың адам ағзасына түсуі оңай, ал шығуы өте қиын. Алдымен қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Жалпы ағзада құрттың бар жоғын қалай білуге болады? Ал одан қалай құтылу керек? Мамандар адам ағзасына 384 түрлі құрт кездесуі мүмкін екендігін айтады. Құрттар бірнеше сантиметрден 2 метрге дейін болады. Егер сіздің ағзаңызда құрт болса, иммунитет әлсіреп, вирустық ауруларға тез шалдығасыз. Әлсіздік, бас айналу, буын ауруы мен ұйқысыздық, тез шаршайсыз. Асқазан, ішек және бауыр жұмысы бұзылады. Аллергия пайда болады және тері бөртеді. Ауыздан жағымсыз иіс шығады, көздің ағы сарғаяды. Шамадан көп тамақтану, тері құрғап, шаш түседі. Егер осы белгілерді байқасаңыз, тез арада құрттан құтылудың жолдарын қарастырыңыз. Әйтпесе ағзаңыздың біраз бөлігі істен шығады. Ол үшін дәрі ішудің қажеті жоқ. Тек қана халық емін байқап көріңіз. Құрттан халықтық ем құтқарады. Кептірілген түй шетенді, яғни пижма, 1 стакан қайнаған су құйып, қақпағын жауып қоясыз. Шамамен 5 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 200 мл-ден аш қарынға ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын жүргізу керек. 2 тіс сарымсақты ұсақтап, дәкеге саласыз. Кеңдеу ыдысқа 250 мл сүтті құйып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң үгілген сарымсақты салып, 10 минуттай қайнатасыз. Дайын болған емдік сүтті таңертең аш қарынға ішесіз. Емделу мерзімі 7 күн. Осы қоспамен клизма жасауға болады. 1 шай қасықтан түймешеттен мыңжапырақ және үгілген шашыратқыны цикория араластырасыз. Оған 400 мл қайнаған су құйып, ыдысымен ыстық суға саласыз. 15 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 50 мл-ден аш қарынға ішіңіз. Емделу мерзімі 7 күн. 150-200 грамм асқабақтың дәнін қабығымен блендерден өткізіңіз. Ұнтаққа 1 ас қасық бал мен 4-5 ас қасық қайнаған су қосасыз. Дайын болған қоспаны аш қарынға қабылдау керек. Емді қабылдаған соң 3 сағаттан кейін іш жүргізетін дәрі ішіңіз. Ағзаны құрттан қорғау үшін көкөніс пен жемісті жумай жемеңіз. Қайнамаған су ішпеңіз. Құрты бар адамдармен жақын болмаңыз. Қолыңызды тазалап жуыңыз. Жәндіктер мен жануарларға жақындамаңыз. Бұзылған тағамдарды ет, балық қолданбаңыз. Бұл қоспаларды кішкентай балаларға қолдануға болмайды. Қолданудан алдын педиатр дәрігермен ақылдасып алғаныңыз жөн. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.